Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының қаражатына тағы 15 жаңа мектеп ашылды. Қор мемлекет басшысының тапсырмасымен құрылып, сыбайлас жемқорлардан кері қайтарылған қаражат есебінен толықтырылады. Ол 3 ауысымды. Апатты мектептер мәселесін шешуге және жалпы қосалқы құрылыс нысандарын салу мен мектептерді реконструкциялау арқылы оқушы орын тапшылығын жоюға бағытталған. Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің инфрақұрылымды дамыту департаментінің мәліметінше, мемлекет тарапынан балалардың білім алуына жайлы жағдай жасауға ерекше көңіл бөлінуде. Қор құрылған сәттен бастап еліміздің бірқатар өңірлерінде, сондай-ақ Астана, Алматы және Шымкент қалаларында 76-да 7000 оқушы орын арналған 62 мектептің құрылысы қаржыландырылды. Бүгінгі таңда 63-те 2000 оқушыға арналған 52 мектеп қолданысқа берілді. Осы жылдың басында білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының қаражат есебінен тағы 20 жаңа мектеп салынатыны белгілі болды. Бұл мектептер 2025 жылы қолданысқа беріледі деп күтілуде. Білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры есебінен барлығы 92 мың орындық 82 мектептің құрылысы қаржыландырылды. Бұл шаралар еліміздің білім беру жүйесін ұзақ мерзімді дамытуға және жаңғыртуға бағытталған.